Так, міне алдымызда қантаңыр шыңы. Біз жиппен кіретіміз. Үрелде Бағжан деген інім, Нарынқолдың азаматы. Серпантин деген аталатын жол. Біздің базадан 4,5 километр. Яғни теңіз деңгейінен 3,5 метр биіктіктен төмен қарай құлдилап келе жатырмыз. Міне жолдарымыз. Қанша минут төмен түседі екен біз бақылаймыз. 20 минут. 21 минут, 20 минут. 20-ға жетпейді. Алдымызда мраморный стена. Қазір біздің бағытымыз Серпантиніміз қантайырына қарай. Мокси деген руда таситын машинамыз осы жерде бұзылып сынып қалды. Қарап отырыңыздар, теңіз деңгейінен 3,5 метр биіктікте Алматы облысы Райымбек ауданы Нарынқол ауылынан 60 километр жоғары жақта. Маленький таулар. Осында серпантинмен түсіп көресіңдер біздің тік. Где-то 40-45 градуста биіктігіміз. Таудың биіктігі құлау бұрышы. Біздің ең крутой жеріміз арка деп аталады. Қар жауған күні сөшелен шығу біз үшін қияметтің қыл көпірі. Вот міне. Мына Байынқол аңғарының басы. Байынқолдың бітетін жері. Бастауы, Байынқолдың бастауы. Жолымыз. Міне алдымызда тұрған биік шыңдардың арт шетінде атақты Запытный батыс алтын кен орны теңіз деңгейінен 4,5 метр биіктікте орналасқан. Бұл жерге шыққанда арманда, шықпағанда арманда. Соғыс жылдарында ашылған алтын кен орнында 39 жылы ашылу ең алғаш ашқан Нарынқолдық атамыз ашқан. Содан бері соғыс жылдарында алтын өндірілген атпен Бердібек Соқпақбаев жаяу жүрген жолдардың бәрі осы жер. Мынау Мұқағали шыңы. Видео сапалы болу міндетті емес. Өзіміз әрең келетіміз түсіп қар жауғаннан кейін. Музыка жыға? Флешка болса болып? Флешка бағанда бір музыка қосып қойып, музыкамен түсір көреді. Соткадан қосып қойшы, неге айбат фон беріп тұрады да. Музыка қосып бақ. Міне қантаңыры. Байынқолдың бастауы, атақты Байынқол. Байынқол, Нарынқол, яғни қалмақтың ағайынды батырлардың есімімен аталып қалған. Қазақша айбет музыка қосып қазақша. Жұрман жанына болса айбет лист көр. Төмен жақта лагеріміздің. Қазақтар тауға келіп өмір сүріңдер, тауға шығыңдар, таза ауада пайдалы деседі. Бұл Байынқол тауы атақты
Семен Тянчанскийдің еңбегінде Тянчан сілемі деп аталады, бірақ бұл тарихтағы қазақ атауы Ерен қабырға. Ерен қабырғаның ең биік нүктесі Хан Тәңірі шыңы 7000 метр. Қазір алдымызда біздің өндірістік жұмыстарымыз БМ мен погрузчик бір-бірін шығарамай солярка құйып жатыр. Жұмысымыз осындай біздің. Жоғары шахтаға солярканы уақытына жеткізу басты міндетіміз. Біздің жігіттер көмек береді. Ербол деген азамат. Енді біздің базамыз, қазақша айтқанда, жатын орнымыз. Жыл 12 айдың 6 айында біз осы жерде өміріміз өтеді, міне, біздің жатақхана. Алланың қалауы дейтін шығармыз, осы жерде ғана өмір сүреміз, тура құшшыңдардың астында. Бір Аллаға табыстаймыз, осы жерде өмір сүреміз. Әрине, қиын жер, таудың жатақхананың 3 метр биіктікте орналасқан. Мынау қыстау. Парсиездік ағайындылар кеп жазды, кеп жайлайды осы жерде. Мынау атақты сарқырама, жалақ деп аталады осы жерде. Ешкілер кеп судан қалған тұз жалайды. Жаздың күні сарқырамасы әдемі бір ғажап дүние осы жерде. Қайталап айтамын, Мұқағали шыңы өкінішке орай Хан Тәңір шыңын бұлт басып тұр. Сол сіздермен бұрған мен Ерқанат Таукебай. Геологпыз, осында жұмыс істеп жатқанымызға 2 жылымыз болды. Рахмет, сау болыңыздар.